Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен азаматтық бастамаларды қолдау орталығы коммерциялық емес акционерлік қоғамның мемлекеттік грант аясында Біргеміз білім жалпыұлттық жобасы жүзеге асырылуда. Жобаның бір бағыты ауыл мектептерінде оқитын оқушыларды ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындауға арналған. Аталмыш жоба аясында сәуір айының 20 мен маусым айының 14 аралығында Ақтөбе облысының ауылдық елді мекендерінің оқушыларына арналған ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық курсы ұйымдастырылды. Курсқа Ақтөбе облысының ауылдық елді мекендерінде оқитын әлеуметтік жалпы саны 200 оқушы, оның ішінде көп балалы отбасылардан 132, асыраушысынан айырылған 24, мүмкіндігі шектеулі 5 және аз қамтылған отбасылардан 29 оқушы қатысты. Оқушыларға міндетті және бейіндік пәндер бойынша видео сабақтар дайындалып, Google Classroom платформасына жүктелді. Міндетті пәндер: оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық, Қазақстан тарихы. Бейіндік пәндер: математика, физика, химия, биология, дүние жүзі тарихы, адам, қоғам, құқық, ағылшын тілі, қазақ тілі, қазақ әдебиеті. Оқушылардың білім алуына өңірлік 25 волонтер жұмылдырылды. Волонтерлер оқушылармен үнемі кері байланыс орнатып, оқушылар тарапынан туындаған сұрақтарға жауап беріп отырды. Оқушылардың қызығушылығын арттыру мақсатында мынандай 3 онлайн кездесу ұйымдастырылды. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ұлттық тестілеу орталығының директоры Дидар Смағұлов пен BTS Education компаниясының директоры Саясат Нұрбек пен 2018-2019 жылдардың түлектері Шияра Құдайберген және Қасымжан Жұбаймен кездесу барысында оқушыларға ұлттық бірыңғай тестілеу бойынша жаңа ережелер таныстырылып, мамандық таңдауға қатысты кеңестер берілді. Курсқа қатысқан оқушылар ұлттық бірыңғай тестілеуде жоғары нәтижеге қол жеткізді. 20 талапкер 100 балдан жоғары нәтижеге қол жеткізді. Ақтөбе облысы бойынша жобаны жүзеге асырушы Ахмет Байтұрсынұлы білім академиясы мекемесі.